Так, достар, ассалаумағалейкум тағы да. Мен осы видеода сіздерге жалпы бізде қазір кәсіби коучты оқып жатқаннан кейін бізге обратный связь міндетті түрде керек. Себебі кері байланыс арқылы біз өзіміздің қателерімізді немесе өзіміздің проявлять еткен жаңа сезімдерімізді байқап түзелуге үлкен мүмкіндік береді. Сондықтан біз кері байланысты жақсы қабылдауымыз керек, ренжімеуіміз керек. Енді кәсіби коучта кері байланыс берудің 10 ережесі бар. 10 ережесі. Соны жайлап сізге түсіндіріп кетейін. Жалпы біз коуч сессияны өткізгеннен кейін, мысалы, мен қадағалаушымын, екі адам коуч сессияны өткізді. Содан кейін мен қадағалаушы ретінде сұраймын, сізге кері байланыс керек пе деп рұқсатын алып алған жақсы, жаңағы клиент болған. Кейбіреулер сын көтермейтіндер, жоқ, маған керек емес деп айту мүмкін. Ал егерде кері байланыс айтыңызшы деп не қылса, рұқсат берсе, онда сіз айтсаңыз болады. Айтқанның өзінде де бұл жерде жаңағындай сөздермен айту керек. Менің көргенім, менің естігенім, мен сеземін деген сияқты осындай негізгі осындай сөздермен сөйлеу керек. Мен деп сөйлеңіз. Мүмкін мен қателескен шығар. Менің сезімім осындай. Мысалы, бір мысал келтірейікші. Рапортта, мысалы, клиент кішкене дауысы дірілдетіп бір қобалжыды, мысалы. Кейін біткеннен кейін, жаңа рұқсатын алғаннан кейін біз обратный связь бергенде, мысалы, бізге былай айтуға болмайды. Сен жақсысың ба? Сен мана деген даусың біртүрлі болды. Жаңағыдай, сен өзің жақсы сезініп отырсың ба деп жаңағыдай кемітуге болмайды. Өтетін болсақ, адамдар жөн қабылдамайды, жаңағыдай жабылып қалады. Сосын ол керісінше ақталып бастайды. Біз бұл жерде қалай жаңағыдай күшті қылып, жаңағыдай ренжітіп алмай айтуға болады. Бұл жерде біз жаңағыдай қылып айту керекпіз. Осы адамның личностіне айтпау керекпіз, біз өзіміздің сезімімізді айту керек. Мысалы, менің сезгенім рапорттың кезінде, рапорт құралын рапорттың кезінде сізде жауап қайтарғанда даусыңызда бір жаңағыдай қобалжуды сезіндім, сіздің бойыңызда қобалжуды сезіндім деп айтсаңыз, сол кезде дұрыс болады. Менің сезгенім алғашқы рапорт кезде сіздің бойыңызда қобалжу болған секілді сезіндім деп сөйтіп сөйлесеңіз, ол жақсы болады. Сол кезде клиент келесі жаңағыдай қадамдарында түзелуге тырысады, сондай сындармен. Жақсы, енді 10 ережені жайлап атап өтіп кетейін да, сосын соның мағынасын түсіндірейін. Бірінші, выражайте свои восприятия и реакции как собственное мнение, а не как неприлежную истину дейді. Жаңа айтып жатқан пікіріңіз өзіңіздің ойыңыз екенін ойыңыз ретінде айтыңыз дейді. Ал жаңағыдай шындық ретінде емес. Сен мұндайсың, сен осындайсың, сен бүйттің, сен сөйттің деп тікелей айтпау керек. Менің сезінгенім, менің көргенім, менің естігенім деген сияқты сөйтіп сөйлеген дұрыс дейді. Екінші, обратная связь должна быть направлена на относящиеся к данному случаю поведения, действия, результаты, а не на всю личность в целом дейді. Жаңағы жеке тұлғалық қабілетіне айтпау керек, дәл сол коуч сессияда қолданған құралдың кезінде кеткен, мысалы, бір қателіктер бола ма, сол белгілі бір жағдайда болған нәрсені не істеу керек, біз сезім ретінде айтуымыз керек. Көргенімізді, мен ойлаймын, менің көргенім, менің түсінгенім деп сөйтіп сөйлесеңіз, жақсы болады. Үшінші, обратная связь должна выражаться на языке в терминах конкретно наблюдаемого поведения, действия, а не в общем глобально дейді. Нақты жаңағыдай, нақты құрал, нақты жағдаймен сөйлесің, ал жалпылама айтпаң дейді. Сосын, если в какой-то ситуации нужна оценочная, а не описательная обратная связь. Так, если в какой-то ситуации нужна оценочная, а не описательная обратная связь, например, при оценивании результатов выполнения поставленной задачи, то она должна выражаться на языке установленных критериев. Жаңағы, мысалы, клиенттер айтуы мүмкін, маған нақты осы жіберген осындай кемшіліктерім болса, нақты бір айтып бересіз ба деп өтінсе, сіз айтуыңызға болады, критериямен айтасыңыз. Критерия деген не? Мысалы,
сол коуч сессияда бір құралдарды қолданды да, сол құралдардың кезінде жаңағы сіз мысалы коучқа обратный связь беретін болсаңыз, коуч мысалы қандай құралдарда қандай қате жіберді да, сол қателердің критериясымен айтсаңыз болады. Міне осы құралды қолданғанда осы сұрақтың орнына сіз басқа сұрақ, или осы сұрақты сіз басқаша айтып қойдыңыз деген сияқты, осы құралмен сөйлеңіз дейді. Так, ары қарай. Так, обратная связь о результатах деятельности должна ссылаться на примере того, какие области деятельности являются продуктивными, а какие нет, а также на действия, которые способствуют эффективности или снижают его. Какие области деятельности являются продуктивными, а какие нет, а также на действия, которые способствуют эффективности и снижают ее. Біз коуч болғаннан кейін жаңағы біз мүмкіндіктермен жұмыс жасаймыз ғой, сондықтан жаңағыда мүмкіндіктерді арттыратын, мүмкіндікті ашатын бағыттармен сөйлегеніміз жақсы дейді да. Қандай напряженияларды түсіруге болады, сол бағытта жаңағыдай обратный связь берген жақсы. Результатқа байланысты. При обслуживании проблемных областей, в которых существуют утвержденные процедуры или решения, стоит вносить свои предложения по улучшению деятельности или поведения. Енді жаңағы мысалы коуч болсын немесе клиент болсын, солардың жағдайын жақсартуға сіз жаңағыдай бір кеткен қателіктер болса, мен осылай жасар едім, мен осындай жасар едім деген сияқты жаңағыдай бағыт-бағдарда берген дұрыс болады. Олар түзелу керек қой, сондықтан біз продуктивный жаңағыдай продуктивный не айтуымыз керек, өзіміздің көзқарасымызды. Так, при обслуживании проблемных областей, в которых существуют утвержденные процедуры или решения, стоит вносить свои предложения по улучшению деятельности или поведения. Жаңағы поведениесін жақсартуға арналған жаңағыдай ұсыныстар білдіруге болады. Мысалы, менде кезінде практика жүргенде, мен көбінде практик болғаннан кейін мен жаңа қағаздарға қарамаймын. Кейбір кездерде бір қоятын сұрақтар қалып кетеді соның қырсығынан да. Ал менің әріптестерім, сол бірге оқыған курстастарым, олар шаблонмен жасады. Барлығы оларда папка, как штык, звезда, жаңағы қоятын сұрақтардың түрлері, қай кезде қандай сұрақтар қояды, олар четко сондаймен жасады. Ал мен спонтанно жасадым, ешқандай қағаз қолданбаймын, бір қарап алдым, жобамен түсінемін, еще менде практика бар, өзімде сенімділік бар, мен жаңағы әрқайын отырып жаңағы жағдайға байланысты айтып отырдым. Сол кезде менде бір-екі сұрақтар қалып кетіп тұрды, рапорттың кезінде, тағы басқа кездерде. Сол кезде маған сондай жаңағыдай не айтты, жаңағыдай ұсыныстар айтты. Сіз осындай жерде осындай сұрақтарды қойғанда кішкене более жақсы болатын еді, осы жерде былай жақсы болатын еді деген сияқты ұсыныстарды айтты. В обратной связи следует избегать раздувания эмоций и провокационных выражений, вызывающих оборонительные реакции. Жаңағы кері байланыстың кезінде эмоцияны жаңағыдай тудыратын, кері эмоцияны тудыратын, және де жаңағы адам көбіне сын айтқанда көп адамдар жаңағыдай жабылып қалады, сосын жаңағыдай ақталып бастайды. Мен ондайды етпейтін едім, бірақ мындай еді, сондай еді деген сияқты ақталып бастайды эмоциямен. Сондай эмоциялар болмайтындай қылып айту керек. Әдемілеп жаңағыдай басында, әрине басында жаңағыдай жақсы жерлерін айтып кеткен жақсы. Обратный связь мысалы беріңші дегенде, сол кезде бірінші екеуінің плюстарын айту керек. Сіздің жалпы мысалы ұнаған тұстар бар ғой, сол плюс жақсы өткізген тұстарын мақтайсыз. Сізде мына рапортта жақсы кірдіңіз, жалпы соңғы нәтижеңіз әдемі шешілді деген сияқты сондай не айтасыз. Ары қарай айтатын болсақ, менің сезімімше жаңағы мысалы шкаламен жұмыс жасаған кезде осындай тұстары қалып кеткен секілді. Қандай мысал деп жаңағыдай бір мысалдармен келтірсеңіз болады да, сол кезде әдемі өтеді. Так, обратная связь должна описывать то, что человек может контролировать. Обратная связь должна описывать то, что человек может контролировать. Сіздің обратная связь жаңағы кері байланысыңыз айтқанда адамның өзі қадағалайтын бағыттарында сөйлеу керек. Қадағаламайтын, мысалы
ауа райы тағы басқа бір деңгейлерді қозғамаған жақсы. Оның қолынан келетін, ол өзі өзгерте алатын тақырыптарды сөйлеу керек. Сосын, если в процессе предоставления обратной связи вы встречаетесь с эмоциональными или защитными реакциями, то с ними стоит обращаться соответствующим образом, а не спорить, пытаясь убедить человека с помощью логики и фактов. Мысалы, сіз өзіңіздің ойыңызды айттыңыз да, жаңағындай әдемі конструктивно ренжітпей өзіңіздің сезіміңізбен айттыңыз. Бірақ кейбір клиенттер болады, сонда да бір эмоционалды адамдар, кішкене өзіне бағасы төмен адамдар ақталғыш болады, ренжіп біртүрлі жабылып өзін істейді, ақталып бастайды. Сол кезде сізде дәлелдеп жаңағыдай фактіні іздеп жаңағыдай онымен де қосылып айтысып кетпең, күліп жаңағыдай әйтеуір айтарыңызды айттыңыз, ары қарай қудағаламаң, бір біріңізді жаңағыдай факт іздеп жаңағыдай доказать етіп. Просто сіз ол сұрады, сіз айттыңыз, болды, ары қарай не қылмаңыз, қудырмаңыз. Так, и соңғы 10-шы. Обратную связь следует давать таким образом, чтобы демонстрировать приятие человека, получающего обратную связь, как ценной личности и его право быть особым. Жаңағы сіз кері пікірді кімге беріп жатсаңыз, соны полноценный тұлға ретінде сыйлап сөйлеңіз, сыйласып сөйлесіңіз. Сол кезде ол жақсы қабылдайды. Сосын дополнительно к списку, енді соңғысында айтады, жаңағы көбінде коуч сессия біткеннен кейін жалпы сұраған жақсы, обратный связь керек па, ал ұмытып кетіп мен обратный связь айтам деп сразу айтып кетпеген жақсы. Себебі кейбіреулер оны іштей қабылдамауы мүмкін да, ұялуы мүмкін, жоқ обратный связь керек емес деп. Сондықтан бірінші обратный связьға рұқсат сұрап алып, сосын берген жақсы. Және де осы обратный связь болғаннан кейін сіз осы записьті не істейсіз? Мысалы, сіз үшеусіз, біреу қадағалаушы, біреу коуч, біреу клиент. Үшеуіңізде осы запись болу керек. Келісіп алыңыз, кім түсіреді? Мысалы, үшеуіңізде түсірсеңіз болады, немесе біреуіңіз түсіріп бір-біріңізге берсеңіз болады. Себебі бұл жерде сіз барлығыңыз процесстесіз. Біреу жаңа кері байланыс береді, біреу клиент болады, біреу коуч болады. Сол записьті сақтап жүріңіз бір папкаге, Google дискіге бола ма, әйтеуір бір немесе компьютерға папкаге сохранить етіп қойыңыз. Сізде 21 коуч сессия болу керек, 7-7-ден да. Не, достар, осыны қолданайық, бір-бірімізді ренжітіп алмайық, абай сөйлеп, жаңағындай сыпайы бір-бірімізді сыйлап, толыққанды тұлға ретінде қабылдап, осылай сөйлеген дұрыс. Сол кезде ешқандай конфликт болмайды, біздің өсуімізге де ықпалын тигізеді, достар.